Сәлеметсіздер, бүгін сіздермен Абай жолы қайтқан ата руынан үзінді бойынша тапсырмалардың барлық сұрақтарын жауаптарымен бірге талқылап талдайтын боламыз. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап бер. Мұхтар Әуезовтің отбасындағы қандай тәрбие оның жазушы болуына әсер етті? Әдептілік, сыйластық, бір-біріне демеу беру әсер етті. Екінші: ұлы жазушының өмірі негізінен отан отбасынан басталды деген сөздің дұрыстығын дәлелде. Адам дүниеге келісімен ол кішкентай ғана отанның бір бөлшегі болады. Отбасын құру арқылы біз отанымызда да өседі, көркейеді. Келесі: Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы бойынша қандай өнер туындылар, кино, пьеса, суретте жарық көрген? Ғаламтордан өзге де дерек көзінен осы сұраққа мәлімет жинап жауабыңыз. Бұны интернеттен қарасаңыздар болады, немесе осыны алсаңыздар болады. Жалпы бұл жерде Абайдың басқа орыс жазушылармен бірігіп жазғандығы міне осы жерде көрініс тауып отыр. Келесі: 5-7 сынып оқушылары арасында Абай мен Мұхтар Әуезов туралы шағын сауалнама жүргізіңдер. Сауалнамада олардың өмірі мен шығармашылығы туралы сұрақтар болсын. Оның нәтижесін сыныпта талдаңдар. Сауалнама сұрақтары: Абай Құнанбаев кім? Бұны өзіміз жазу керекпіз. Бұл оның жауабы. Абай Құнанбаев кім? Бірінші сауалнама сұрағы. Екіншісі: қайда туған? Оның шығармашылығы мен тұрмысын, қандай шығармалары мен тұрмысын білесің. Екінші, немесе бұл уже төртінші болып есептеледі. Мұхтар Әуезов кім? Бесінші, оның қандай шығармалары арқылы танисың. Және алтыншы, Абай мен Мұхтарды не байланыстырады? Оның жауабы мына жерде көрініп отыр. Келесі: бізде алтыншы тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабын мына жерде көрсете берейін. Мәтіннен қазақтың сөз әдебіне қатысты сөздерді теріп жаз. Қазақтың сөз әдебіне қатысты сөздер: айналайын-ай, телғара, жаным, балам, амандас, шырағым. Бұл бізде бесінші тапсырма. Алтыншы тапсырма: мәтінде мазмұнда жаңа сөздер мен сөз әдебіне қатысты бірліктерді пайдалан. Мына мәтінді осылай мазмұндауға болады. Алтыншы тапсырманың жауабы: мәтінде Абайдың оқуын аман-есен аяқтап үйге жетуіне асыққан жайлы айтылған. Осыны сіздер мазмұндап айтып берулеріңіз керек. Сегізінші: мәтінге сүйеніп Абайдың ата-анасы қандай деген сұраққа жауап беріңдер. Абайдың ата-анасына шағын мінездеме жазыңдар. Қазақ отбасындағы әдеп туралы ойларыңды айтыңдар. Абайдың ата-анасы әрі қатал, әрі мейірімді жандар болған. Әкесі Құнанбай қатал, білімді, әрі әділ, ашық кісі болған. Анасы Ұлжан ашық, жарқын, ақкөңіл, ақылды, мейірімді, әдемі кісі болған. Тоғызыншы тапсырма: мәтіннен деректі, дерексіз зат есімдерді көптік мәнді есімдер тауып кестені толтыр. Бізде деректі зат есімдер: Абай, әкем, шеше, ата, бала, әже, Незере, ауыл, апа, қол. Яғни деректі біз көзбен көріп қолмен ұстай алатын дүниелер. Ал дерексіз зат есімдер: білім, мінез, сабыр. Яғни біз бұны көзбен көре алмаймыз, тек қана сезіне аламыз. Көптік мәнді зат есімдер: ол немере, ата-ана. Көптік мәнді есімдер. Келесі: 10-шы тапсырма: мәтінді тыңдап, тірек сөздерді қолданып мазмұндайды. Үлкен кісі ең бірінші амандасу керек. Бізде қолданған амандасу міне кетті. Ер жеткен соң көп нәрсені түсінетін боласың. Ер жеткен соң міне ер жету кетті. Ол сабақтың қалай болғанын сұрады міне кетті. Әке мінезінде ерекше бір сезім болады. Әке мінезі міне, ол өзінің қаталдығымен сыйлы болды. Қатал деген сөзді де біріктірдік. Үлкен кісі тұрғанда орынсыз сөйлеу әдепсіздік. Үлкен кісінде қолдандық. Туысы, бауырмашыл, жақсы кісілер. Туысы. Шешесі, ақкөңіл, мейірімді кісі, шешесі. Міне әрбір сөзді қолданып, біз осы сөздерді жасадық. Жақсы. Келесі: өзің қалаған бір сурет бойынша диалог құрап жаз. Қазақтың сөз әдебіне тән бірліктерді пайдалан, деректі, дерексіз зат есімдерді қолдан. Сәлем, Данияр. Бұл жерде адам атын өзгертуге болады. Мектеп қалай өтсең, міне осыларды қоюға болады. Келесі: 12-ші тапсырмада қазақ отбасындағы әдеп тақырыбында пікір алмасу. Пікір алмасуда интернет дерек көздерінен қарауға болады. Немесе жалпы осыны талқылауға да болады.
Осымен сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса төменге қойсаңыздар болады. Тағы қандай тақырыптарды түсірейін, комментарийға белгілеп кетіңіздер.